Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ва ан якраха ан ягуда фил куфри". Күпірлікке қайтып оралуды жек көруі дейді. Бағдайыз анқозахуллаху минху. Алла тағала оны одан құтқарғаннан кейін, тура жолға салғаннан кейін. Қаншалықты дәрежеде жек көру керек күпірлікке қайтып оралуды дейді. Кама якраху ан юқзафа финнари. Ертеңгі күні тозақтың ішіне лақтырылып жіберілуін қалай жек көрсе, тозақтың ішіне тасталуын қалай жек көрсе, күпірлікке қайтып оралуды солай жек көру керек дейді. Аның бәрі махаббатпен байланысты нәрсе. Алланы сүю деген мағынада. Міне, өйткені Меккелік кезеңнің өзінде де, мысалы айтайық, Мединалық кезеңде адамдар топырлап дінге кіріп жатқан кезде де белгісіз, бәлкім біреулер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында сондай бір ерекше билік болғаннан кейін кірді ме екен. Меккені ашқан кезде 10 мың әскермен келген, ондай әскер ешкімде жоқ араб жазирасында. Қорқып кірді ме екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондықтан ниеттерді растап алуларына, адамдардың әрқайсысы өз ниетіне өзі бір назар аударып, соны бір түзетіп алуына осындай нәрселерді айтты.